аш жейтін болса, осындай фарштан жасалған өте жылдам дайындалатын, өте дәмді тамақ жасап беруге ұсынамын. Тұз қостым, бұрыш қостым. Фаршты тұз бұрышпен бірге жақсылап араластырып аласыздар. Бригадальки жасап саласыз. Балаларым осы сортаны өте сүйіп ішеді. Балалар перецті жемейді. Біздің балалар сондықтан ірі қылып салам, кейін алып тастаймын. Помидор да сол, ірі қылып салам, кейіннен алып тастаймын. Нақтыма қасабезін картошка қосымыз деп айтпаймын. Әрқайсысын енді өзіңіздің жалпы балам жейді ау дегендей көлемде қосасыз барлығын. Пісіп жатқан фрикаделькаларға дайындап қоямыз. Овощтарды саламыз, көкөністерді саламыз. Бетін жауып, қайнағаннан кейін 25 минут шамасында тағы да пісіріп аламын. Одан кейін ішіне күріш немесе лапша, вермишель салып, сосын үстінен укроп себем, сонымен дайын. Сорпамызға аздап вермишель саламыз. Алдында айтқанымдай, балалар пияз жемейді, пиязын алып тастаймын. Болгарский перец алып тастаймын. Толық алмасам да енді жалпы алып тастаймын. Содан кейін помидорларын да алып тастаймын.